Сәлем достар, сіздермен бірге қарапайым мастер каналы. Бүгінгі видеода өздеріңіз көргендей жасамай қалған колонканы бұзып, біз өзіміз өте күшті, әдемі, креативный колонка жасап шығаратын боламыз. Ендеше видеоны бастамастан бұрын арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ал колонка жайлы айтатын болсам, бұл колонка өте ескі, далада біраз уақыт тұрып қалған, яғни жаңбырда тиген, қарда тиген, сондықтан қатты ескіріп кеткен. Бұндай ескі техникалар тастауға әрине мүлдем болмайды, сондықтан да қолымыздан келетін болғандықтан барынша оны күшті қылып қайтадан қолданысқа кіргізетін боламыз. Колонканы ашқан соң мен үстінен бір рет басып, оны байқаусызда ішіне кіргізіп жібердім. Бізге бұл колонкадан керегі тек осы колонканың екі бетіндегі резинасы және ішіндегі екі колонка, аккумулятор және главный чипі керек болады. Одан басқа пластмастарының ешқайсысы керек жоқ. Сондықтан барлығын ашып, тек лақтырып жібереміз болды. Бізде артық шыққан пластмастар осылар. Ал ішіндегі главный керек заттары осылар. Сіздерге қысқаша түсіндіре кетейін, мынау плата, яғни колонканың платасы. Ал мына екеуі бізде динамик. Сосын әрине оларды сөйлететін батарейка. Оны мен үйге кіріп, жай ғана зарядқа қойып қойдым, себебі батарейканың күші өте нашар. Жаңбырдың астында біраз уақыт тұрған колонка әрине өте кір болып кеткен, сондықтан сыртындағы керекті бөліктерін біз осылай тазалап аламыз. Динамиктеріміздің үстін бағана мыжып ішіне кіргізіп жібердік, сондықтан оны қайттан сыртына шығарып қою керек. Ол үшін мен жай ғана сіріңкемен майшамды жақтым және де ыстық желінің клейін алып, желінді алып осы ішіне кірген жерге жабыстырамыз. Ол кепкен соң бірден тартып қалатын болсақ, сыртқа шығып кетеді, бірақ беті кішкене жыртылады. Ол бізге маңызды емес, ең бастысы сыртына шықса болғаны. Енді біз колонкамыздың сыртқы бөлігіне көшеміз. Соған бізге 1 мм фанер ағаш керек болады. Соған біз колонкамызды қойып алып, динамиктерді қойып, батарейка барлығы ішіне сиятындай қылып, өзімізге керекті размерді өлшеп сызып аламыз. Және де олардың барлығын кесу керек. Сол үшін аспай көре беріңіздер. Тек арнаға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Ағашты өлшеп алған соң біз мынандай фокуспен 1 секундта кесіп жібереміз. Оппа, міне бізде дайын. Енді осыларға кілең ішіне орнатылатын техникаларды қойып, панерлерімізді тесіп шығамыз. Платаның бізге тек зарядтайтын функциясы ғана керек болады, сондықтан да біз осы панеріміздің алдыңғы тұсын платаға сәйкес қылып кесіп аламыз. Колонкаларымыздың жан-жағынан ауа өтпейтіндей қылып желімдеп шығамыз. Сосын платамызға екі колонканы және де аккумуляторды жалғап, платаны өз орнына желімдейміз. Енді колонкамыздың алдын кішкене әдемі қылу үшін жаңағы кесілген қисық-қисық жерлерді көріндірмей біркелікті болдыру үшін бізге дәл осындай бір тегіс әдемі мата керек болады. Осы матаны байқатпай ішкі жағынан желімдеп, жақсылап орнатып шығамыз. Тек мата бергі бетінде болады, яғни музыка шығатын бетінде. Енді біздің колонкамызды қуаттайтын жерін, яғни матаның астындағы орнын кішкене алмазбен тіліп алып тастаймыз. Себебі бұл жерден біз колонкаға заряд беретін боламыз. Достар, енді біздің ойластыратын нәрсеміз колонкамызды қосып өшіретін жерін жасауымыз керек. Ол үшін колонканың артқы бетін тесіп қоямыз. Себебі ол жерден біз кнопканы басатын боламыз.
Байқасаңыздар, осы жерде біз жаңағы тескен жеріміздің тұсы колонканың кнопкасы, яғни қосып өшіретін жері. Сол жерге мен keywordті желімдеп қоя салдым. Бұл жай ғана қарапайым нәрсе. Енді колонкамыздың үстіне біз осындай пластмасс желімдейміз. Кез келген пластмасс болады, тек қана колонкаға кішкене кіріп тұру керек. Ол не үшін екенін қазір көретін боласыздар. Кез келген үйде күн түспейтін нам жерлер болады. Ол жерлерде байқасаңыздар жап-жасыл болып осындай шөп өсіп тұрады. Бұндай шөп осындай заттарды сәндегенге таптырмайтын кішкентай газон десек те болады. Біз дәл осы колонкамыздың үстіне осы газонды қойып қоямыз. Бұл креатив және өте әдемі көрінеді. Біздегі соңғы жұмыс енді колонкамыздың сыртын лакпен лактап шығамыз. Себебі лакпен лактайтын болсақ, ағашымыз әдемі жылтырлап көрінетін болады. Лактап болған соң біз бұл колонканы бір күнге қойып қоямыз. Бізде колонкамыз кепті, енді үстіндегі шөпті, газонды, кішкентай газонды деп айта берсең. Яғни осы шөпті колонканың үстіне дәл қалай қойдық, дәл солай орнатып шығамыз. Барлығын біткен соң колонкамыздың сыртына осындай наклейка жабыстырып қойдым, кішкене әдемі көрінсін деп. Не наклейка екенін өзім де білмеймін. Сосын міндетті түрде арнамыздың атын жазып қоятын боламыз. QR Master. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Когда я был молод, я не знал, чем буду заниматься, когда стану старше. Люди продолжали спрашивать меня, и в конце концов я понял, что будет очень круто изобретать что-то. Я подумал так, потому что прочитал цитату из «Часов Одиссей», которая говорила, что достаточно развитые технологии неотличимы от магии. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah.